Құрметті YouTube каналын қолданушы жас түлектер, 2024 жылғы ұлттық бірыңғай тестіге дайындалуға арналған жалпы білім беру бағдарламасы бойынша 5 пен 11 сыныптың қоғамдық гуманитарлық бағытындағы қазақ әдебиеті пәнінен шығармалар тізімін бүгінгі видеода жариялайтын боламыз. Қай шығармаларды оқу керек деген сұрақ мазаласа, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болмақ. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып өтсеңіздер. Сонымен, ежелгі дәуір әдебиеті бойынша қандай шығармалар келеді деген сұрақ мазаласа, міне экранға назар аударып жазып алсаңыздар болады. Алып ер тоңға жыры, Орхон Енисей ескерткіштері, Күлтегін жыры, Қорқыт Байбөрі баласы Бамсы Байрақ туралы жыр, Қорқыттың нақыл сөздері, Ахмет Яссауидің даналық кітабы, Жүсіп Баласағұнның құтты білік, Әл-Фарабидің қашықтасын туған жер, тіршілікте құрыштай бол, төзімді өлеңдері. Халық ауыз әдебиеті. Әрине, халық ауыз әдебиетінен шығармалар көп. Енді сол шығармалардың қайсысы келеді деген сұрақ мазаласа, міне экранға назар аударайық. Бұл жерде қандай ертегілер келеді екен? Керқұла атты Кендебайдан, Аез би ертегісі, Қобыланды батыр жыры, Қыз-жібек жыры және Біржан Сара айтысы. Осы шығармаларды міндетті түрде оқып шығыңыздар. YouTube-да да каналымда тіркелсеңіздер, ол жерде де осы ертегілер баяндалады, тыңдасаңыздар да болады. Жыраулар поэзиясы бойынша экранға назар аударайық. Осы шығармалар келеді. Шешендік өнер бойынша, 19 ғасыр әдебиеті бойынша және 20 ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиет бойынша, ғасырдың екінші жартысындағы әдебиет бойынша, қазіргі заман әдебиеті бойынша және шетел әдебиеті бойынша осы тізімдегі шығармалардан биылғы 2024 жылы тест сұрақтары дайындалатын болады. Осы шығармаларды мұқият оқып, міндетті түрде оқып шығыңыздар. YouTube каналынан да тыңдап, осы шығармаларға дайын жүрсеңіздер, әдебиеттен жоғары балл жинайсыздар деген үміттеміз. Сәттілік барлықтарыңызға. Бүгінгі видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер.